Күпсана кітабынан үзінді. Қорқыныштың бір жаман жері миға тыныштық бермейді, сенімді азайтады, сабырды тауысады. Сондықтан қорқып жылап-сықтап жүре бермеңіз. Тоқтатыңыз. Тоқтату дегеніңіз сол қорқыныштан арылу. Мидағы қорқыныштан қалай арыламыз? Алдыменен ол қорқынышты тәптіштеп жазамыз. Мен жалғыздықтан қорқамын, мен қараңғыдан қорқамын деп. Анықтап алғаннан кейін, неге ол қорқыныш сізді мазалайды? Өткенді еске түсіресіз. Балалық шағыңызға барып қайтасыз. Қорқыныштың көбі 3 жас пен 12 жас аралығында болады екен. Асықпай ойланыңыз. Өмір бақи ойланып, қашқақтап жүргенше, есіңізге бір рет түсіріп құтылыңыз. Тағы бір техника бар. Ішіңізді 8 санның суретін салғандай, қолыңызбен сипау арқылы да үрейді ұмыттыруға болады екен. Өйткені адам қорыққан кезде өзгеріс іште сезіледі екен. Яғни, іште жайсыздық туындайды. Сондықтан түйілген нәрсені жаңағыдай әдіспен шешіп жүру керек.